Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. 2-ші сынып. Бүгінгі өтетін сабақтың тақырыбы ертегі не туралы? Бүгінгі сабақтың мақсаты шағын мәтінді түсініп, мәнерлеп, дауыс ырғағын дұрыс қойып, рөлге бөліп оқисың. Оқыған материалдың мазмұны бойынша жиі қолданатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып, сұрақтарға жауап жазасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері: не туралы, о чем, туралы, о, про, относительно, тігінші, портной, портниха. Жіктік жалғауды еске түсірейік. Не көресің? Не туралы? Мен көремін. Сен көресің. Сіз көресіз. Ол көреді. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Слушай, повтори. Әлібек, сен не көресің? Мен мультфильм көремін. Мультфильм не туралы? Тігінші, мен ай туралы. Екінші тапсырма. Айтылым тапсырмасы. Үлгі бойынша сұрақтарға жауап бер. Бұл қандай мультфильм? Ол не туралы? Мынау Карлсон мен Балақай мультфильмі. Бұл мультфильм Карлсон мен Балақай туралы. Өзіңді тексер. Мынау көліктер мультфильмі. Бұл мультфильм көліктер туралы. Мынау тігінші мен ай мультфильмі. Бұл мультфильм тігінші мен ай туралы. Мынау 10 тақия мультфильмі. Бұл мультфильм алдар көсе мен бай туралы. Үшінші тапсырма. Сөйлемді толықтырып жаз. Мен мультфильм көремін. Ол не туралы? Айтылым тапсырмасы. Төртінші тапсырма. Суретке қарап, диалог құрастыр. Кел жаттайық. Теледидар көремін, кітап оқып, ініме ертегі айтып беремін. Сабақта не үйрендік? Шағын мәтінді түсініп, мәнерлеп, дауыс ырғағын дұрыс қойып, рөлге бөліп оқыдық. Оқыған материалдың мазмұны бойынша жиі қолданатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып, сұрақтарға жауап жаздың. Бүгінгі сабақтан не түсіндік? Кері байланыс. Бас бармақ арқылы сабақты түсінген түсінбегендеріңізді көрсетіңіздер. Барлық тапсырма түсінікті. Толық түсінген жоқпын, мүлдем түсінбедім. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.